Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде анатомия курсының екінші күні. Бүгін біз өкпе анатомиясы туралы айтатын боламыз. Өкпе бұл тыныс алу жүйесінің ең негізгі мүшесі. Өкпенің кіші өлшем бірлігі альвеола деп аталады. Яғни өкпе альвеолалардан құралған жұп тыныс алу органы. Өкпенің ұшын біз апекс пульмонис деп атаймыз. Ал негізін базис пульмонис деп атаймыз. Апекс пульмонис бізде бірінші қабырғадан және де немесе осы бұғана сүйегінен жоғары шығып тұрады. Бізде оң өкпе 3 бөліктен, сол өкпе 2 бөліктен тұрады. Оларды бөлікке бөлетін ол бізде саңылаулар. Яғни оң өкпеде фиссура горизонталис, көлденең саңылау және де фиссура облике, қиғаш саңылау. Осы арқылы оң өкпе 3 бөлікке бөлінеді. Ал сол өкпе фиссура облике арқылы тек қана 2 бөлікке бөлінеді. Оң өкпенің жоғарғы бөлігін біз лобус супериор деп атаймыз. Ал ортаңғы бөлігін лобус медиус, төменгі бөлігін лобус инфериор деп атаймыз. Сол өкпенің жоғарғы бөлігін лобус супериор, төменгі бөлігін лобус инфериор деп атаймыз. Өкпенің 3 беті болады. Олар фасис диафрагматика, диафрагмаға қараған беті, фасис касталис, қабырғаға қаралған беті, және де фасис медиастинум, бұл аралық беті. Сол өкпеде инфиссура кардиака болады. Және де өкпенің сыртын бізде плевра қаптайды. Плевра сыртқы қабаты бұл париетальды қабаты, ал ішкі қабаты висцеральды плевра деп аталады. Өкпенің қараңыздар, бұл қақпасы, яғни хилус пульмонис деп аталады. Осы қақпа арқылы өкпеге артерия менен нерв кіріп, вена менен лимфа жүйесі, лимфа тамырлары сыртқа шығады. Сонымен қатар бұл жерде бронх болады, оның бәрі бірге қосылып радикус пульмонисті құрайды. Бізде өздеріңіз көріп отырғандай, екі өкпеде сегменттерден тұрады. Яғни 10 сегменттен тұрады. Оң өкпенің жоғарғы бөлігі 3 сегменттен, ортаңғы бөлігі 2 сегменттен, төменгі бөлігі 5 сегменттен тұрады. Ал сол өкпенің жоғарғы және төменгі бөлігі 5 сегменттен тұрады. Әр сегменттің өзінің орналасқан орнына байланысты атауы бар. Оған өздеріңіз асықпай тоқталып қарасаңыздар болады. Біз айттық, өкпенің ең кіші өлшем бірлігі ол бізде альвеолалар. Альвеолаларда бізде оксигенация процесі, яғни газ алмасу процесі жүреді. Ол қалай? Альвеолалар бізде қан тамырларымен қоршалған, көріп тұрғандарыңыздай, осы қан тамырлар арқылы олар оттегін беріп, көмірқышқыл газын өздеріне алады. Бұл процесті біз оксигенация процесі деп атаймыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Видео түсінікті болды деген үміттемін. Лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер.